сабағым жақсы. Ше ғой бұдан. Мәссаған, үй не деген салқын? Уф, әпке, сенесің бе? Бүгіндікке бір үзім нан жемедік қой. Қарнымыз ашып, тіпті далада ысып кеткен қой. Шаршап кеттік. Доял, Айта алмайын тегі. қандарының ашқанын айтпадыңдар ма? Мен тамақты көп беріп едім ғой. Әпке, әуре болмаңыз, көп нәрсе керек емес бізге. Онда іске базар алып келейін. Ой, ерге, саған не болды? Мамамды сағындым. Мама, қыздар, іске базарларыңды жеңдер. Айтпақшы, Назира, бүгін базарға барамыз. Есіңе шықпаған болар, я? Мәссаған, мен базардан мүлде ұмытып кетіппін ғой. Айтпақшы, әпке, бүгін кешкі 6-да театрда қойылым болады екен. Соған Гаухар екеуміз барамыз, иә Гаухар? Иә. Бірақ сізбен бірге базарға да баруым керек, киімі тіктеуім керек. Қайсысын үлгерем? Ну, жарайды. Бір нәрсе болар. Ұйықтаңдар екеуің. Не істеп жүрсіңдер? Күте тұрыңдар. Тағы жұмыс айтты. Сендерге бір тапсырмам бар. Осының ақ түрлігі бітпейді екен. Осы көйлекте бола береді. Міне, осы көйлекті кешкі 6-ға дейін үтіктеп қойыңдар. Ал неге біз? Себебі менің қолым босамайды. Әпкемен базарға барам, қайсы біріне үлгере берем, өзің істесең де болатын еді. Ақыры бош жүрсіңдер ғой, істей салыңдар. Ой, істей салыңдар. Ал, қыздар, ертерек шығып, ертерек келейік. Я. Жүр, ерте, мен саған базардан қалаған ұшағын алып беремін. Кама, мұнан қара, бол тез. Кәне, қыздармен отырыс болады дейді. Сенің жантасында келеді дейді. Қара дастархандарын қарашы міне. Енді ертелік дайындалмаймыз ба? Тоқтойшы, бол! Нәзила көрсе, жанымыз шығарады. Екеуміз де оңбаймыз деп тұрқ. Тық қойайық. Қайда? Шкафқа. Жүр тезірек. Жүр тез. Нәзира құрметтеген ойдамын. Табан астына отырыс дегенге айтсай. Не киеміз, не дайындаламыз? Не істейміз енді? Қамажайдың әшекейлерін алайық. Ой, қой, жоқ, көріп қойса ұстаттағы. Ода әшекей көп емес пе? Бірақ шәмен. Жүрші. Кетен. Вау. Мәссаған. Жалтырлап тұр ғой мұнау. Мәссаған, енді отырыстың сәнін келтіреміз. Жарқырап бару керек қой енді. Жүр енді қазір кешігеміз. Ой, мұна қожеттің ауырмайды. Ай, қаршы. Ауыр қой деді. Күнде өсіп кетті ғой. Мама, мен барып жаңа ойыншықтарымен ойнауға кеттім. Бара ғой батам, ойнай ғой. Ой, әпке, уақыт қалды. Мен дайындала берейін, я? Я, бара ғой. Мен өзім жарастырып алам. Әпке, мен киімді көрмедім бе? Білмедім, шкафты көрсеңші. Ана екеуі қайда қойды екен? Әпке, мынаны қарашы. Туф бір. Мынау, сенің киімің бе? Иә, бұл ана екеуінің ісі шығар. Мына мен қалай барам енді? Басқа іліп аларың жоқ па? Жоқ, тек қана осыны дайындаған едім ғой. Мен саған әшекейлерімді берем, қарап көрші. Туй, басқа ештеңем жоқ қой. Осыны арнайы алған едім ғой. Назира, Ал, менің әшекейлерімді көрмедің бе? жоқ, орында жоқ па? Жоқ, таппадым. Бұл екеуінің ісі шығар. Екеуінен басқа үйде адам болмады ғой. Бұл екеу olmaydı ғой. Туф,
Уақыт та өтіп кетті. Болды, мен енді бара алмаймын. Гаухарға звондап айтуым керек. Шай ішпесің бе? Жоқ, жат демалам. Әлде ішіп алдым екен. Бірақ ала қоймайды секілді. Ал егер алып, бұлардағы ұрлап ұстап жүрсе ше? Түрмеге, жоқ, мүмкін емес. Қамаржай, ой, әпке, шай бар ма? Келе ғой, мен қазір дайындап жіберем. Бүгін күні бойы үйде болмадың, қайда жүрсің? Мен кітапханаға бардым, жақында жолға тапсырам, соған дайындалып жүрмін. Жақсы болған екен онда. Әпке, шай құйып беріңізші. Кел, отыр. Шаршап кеттім. Ұйқың қанды ма? Иә, қанды. Басың ауырып тұрған жоқ па? Жоқ, алып тұрған жоқ. Бірақ ана екеуіне әлі жыным келіп отыр. Мейлі, қоя сал ол екеуін. Қалай билеген жерін көрдіңіз? Екеуің, тоқтаңдар. Не істеп жүрсіңдер? Менің киімімді күйдіріп жандырып,